Сәлем достар, бүгін сіздерге балалық шағымыздағыдай дәмі ауыздан кетпейтін варенка қосылған өте дәмді булочканың рецептімен бөлісемін. YouTube каналыма дәл қазір міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, өйткені келесі видеода дәмі тіл үйіретін пикантный соус пен салаттың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңызға поделиться етіп, қазақша каналымды қолдап қоюларыңызды сұраймын. Мына булочка өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді қамырына кірісеміз. Апарды дайындаймыз. Жылы сүтке, ашытқы, қамырға қосатын қанттан 2 ас қасықтай қосамыз, және общий массаға қосылатын ұннан да 1 ас қасығын апараға қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді апарамыз көтерілгеннен соң қалған қантымызды қосамыз, және сұйық май, қаймақ және жұмыртқа қосып, беншікпен жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысымызға ұн мен тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды жұмыртқа массасына қосып, жақсылап қамыр елейміз. Елеп жатқан кезде қамыр сәл біріктау деген кезде бөлме температурасындағы сармайды қосып, жақсылап иін қандырып тұрып елейміз. Елеп болғаннан соң бетін жауып, жылы жерге қамыр көтерілгенше 1-2 сағатқа қалдырамыз. Қамыр көтерілгеннен соң үстелімізге аздап қана ұн сеуіп, қамырды бір елеп жібереміз. Қамырды шамамен 80 грамдай етіп, таразыға салып өлшеп аламыз. 80 грамнан өлшеп алғаннан соң, осылай қолмен домалақтап, пакетке салып жауып қоямыз. Қатып қалмауы керек. Осылай шетінен біртіндеп ұн себе отырып, оқтаумен жаямыз. Ұнды көп сеппеңіздер, аз ғана сепсеңіздер жетеді. Қамырды қалың қылып та жаймаймыз, қатты жұқа қылып та жаймаймыз. Енді салмасына вареная сгущенканы саламыз. 1 ас қасықтай салдым. Вареная сгущенканың деп деген фирмасын қолданамын. Құрамы да жақсы, ағып кетпейді. Осы жерін жақсылап тұрып басамыз. Варенкамыз ағып кетпеу керек. Кескішпен немесе пышақпен осылай кесіп шығамыз. Видеодағыдай етіп орап, 2 шетін түйеміз. 2 шетінің жақсылап тұрып бекітіңіздер, пісу барысында ашылып кетпеуі керек. Барлық қамырымызға варенканы осылай салып, орап, бекітіп шығамыз. Пешке жібермес бұрын тағы да расстойкаға қоямыз. 20-30 минуттай қойсаңызда жетеді. Шамамен жарты сағаттай расстойкада тұрғаннан соң жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызған пеште 180 градуста 25-30 минуттай булочкамыз қызарып піскенше пісіріп аламыз. Мінекей, біздің булочкаларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, достарыңызға поделиться етіп, лүпіл басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар міндетті түрде. Өйткені келесі видеода жаңа пикантный соус қосылған өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.